Қайырлы күн достар, біздің арнамызда кезекті сұхбат. Бүгін менде қонақта акушер-гинеколог дәрігер Қалдыгүл Сейітбекқызы. Қош келдіңіз. Біздің денсаулық арнасының көрермендері денсаулық жағынан сауатты болсын деген ниетпен, әсіресе бүгін қыз келіншектерге, болашақ ана болатын қыздарға сіздің кеңестеріңізбен бөлісуді жөн санадық. Бүгінгі тақырып жүктілікке қатысты және жүктілікке қандай жағдайда дәрігерлер әйелдерге тыйым салады және жүктілікке қарсы көрсеткіштер қандай жағдайда болады. Осы тақырып бойынша сізбен сұхбаттасақ. Қайырлы күн көрермендер. Әрине жаңағы ана болу, сәби сүю бір Алладан келген бізге бір нығмет. Ол әрине екінің бірінің басына беріле бермейтін нығмет. Бірақ та дей тұрғанмен жүкті бола тұра оның қарама қарсы көрсеткіштері бар. Барлық жағдайда жүктілікті жалғастыруға мүмкіндік бола бермейді. Себебі қандай да бір көрсетілімдер болуы мүмкін денсаулық жүйесіне байланысты. Енді бізде Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығына сәйкес 122-2020 жылы шыққан сол бұйрыққа сәйкес бізде нақтыланған бір нелер бар, аурулар бар. 12 аптаға дейін кез келген әйел адам 12 аптаға дейін өзінің қалауы бойынша жүктілікті үзе алады. Егер де ол жоспарламаған жүктілік болатын болса. Екінші жағдайда медициналық факторларға байланысты, ол әйел денсаулығының немесе іштегі баланың денсаулығына байланысты. Өмірге әкелуге баланың денсаулығы жарамайды, немесе әйел адамның денсаулығы жарамайды. Сондықтан медициналық факторлар бар және үшінші әлеуметтік саладағы әлеуметтік факторлар. Оны жаңағы тоқтала кетейін жеке-жеке. Бірінші ол түсінікті, егер де бала жоспарланбаған болса, әйел адам қазір қаламаса, 12 аптаға дейін өзінің құқығымен акушер-гинеколог дәрігерлерге барып жүктілікті үзе алады. 12 аптаға дейін ғана. Екінші жағдай медициналық факторларға байланысты, ол әйел адамның денсаулығына байланысты. Бізде әрбір жүйенің өзінің аурулары бар және сол аурулардың нақтыланған осы ауруларда жүктілік болуға болмайды деген тізім бар. Соған байланысты ең бірінші ол инфекциялық аурулар, инфекциялық паразитарлық аурулар. Инфекциялық ауруларға бізде жаңағы туберкулездің ашық формасы белсенді түрде өтіп жатқан. Егер әйел адам бұрын туберкулезбен ауырған, бірақ қазір учеттан шығарылса, және бір жылдың уақыты өтіп кетсе, ол кісіге рұқсат беріледі. Ал егер де бір жыл уақыт өтпеген және белсенді түрі болып жатырса, ол кісіге рұқсат жоқ. Ол кісі жүкті болуға тыйым салынады. Себебі оның жаңағы ауруы асқынып кетуі мүмкін. Екінші, жаңағы бізде балалар инфекциялық аурулары деген бар. Оған жаңағы қызамық, краснуха дейміз, корь, қызылша және желшешек, ветрянка. Қызамық кезінде 16 аптаға дейін егер де жүкті әйел ауырып қалатындай жағдай болатын болса, ол кісінің жүктілігін үзуге құқығы бар. Екінші, корь, краснуха, егер де жүктілік кезінде алғашқы апталарында 12 аптаға дейін ауырып қалатындай жағдай болса, ол кісінде тағы да жүктілікке үземіз. Себебі жаңағы іштегі балаға жаңағы аурудың, инфекциялардың, вирустардың қандай да бір әсер тиюі мүмкін. Сол себептен дамуына кері әсерін тигізеді. Сол себепті жүктілікті үзу керек. Және желшешек 20 аптаға дейін болатын болса, онда жүктілікті үзуге кәдімгі ветрянка. Сондай-ақ сифилис, мерез ауруы. Мерез ауруының асқынған түрлері, белсенді түрлерінде. Одан кейін вирусты гепатиттің Б, С түрі және асқынған, егер де бауыр циррозына әкелетіндей жағдайға тудырса, жаңа печеночный недостаточность дейміз, бауыр жетімсіздігі. Ондай кезінде жүктілікті үзуге толықтай біз кеңес береміз. Себебі әйелдің денсаулығы ары қарай жүктілікті жалғастыруға жарамайды. Немесе іштегі балаға қандай да бір әсерін тигізуі мүмкін. Бұл бірінші инфекциялық аурулар. Екінші, кез келген қатерлі ісік аурулар. Кез келген жерде онкология. Егер әйелде қазір онкология болып жатса, немесе бұрын онкологиялық аурумен ауырған, бірақ операциямен алынып, химиотерапиясын бәрін өтсе де, ол кісілер өмір бойы учетта тұрады бізде диспансерлік есепте. Сондықтан ол кісілерге де біз жүкті болуға әрине тыйым саламыз. Дей тұрғанмен кейбір әйелдер, менде бұрын болып кетті онкология, мен одан емделдім, қазір химияның бәрін алдым, мен қазір жүктілік көтеруге жағдайым келеді дейтін әйелдер болады. Әрине біз оларға қарсылық таныта алмаймыз. Ол кісілер өздерінің туыстарына келеді, жолдасына келеді. Сөйтіп өзінің денсаулығына қатысты барлық жаңағы риск дейміз ғой, асқынулар, тәуекелдердің бәрін өзінің мойнына алады. Ақпараттық хат, письменный согласие береді, келісім шарт. Сөйтіп бала босанғанға дейін және босанғаннан кейін 42 күн өткенше әйелдің денсаулығына өзі жауапты. Әрине дәрігерлерге барып жүреді, бірақ та өз-өзіне жауап береді.
өзінің жаңағы туыстарымен ақылдасады, ата анасымен ақылдасады деген сияқты. Бірақ есепте тұрады. Есепте тұрады міндетті түрде. Үшінші, ол бізде қатерлі ісік, нерв жүйесінің аурулары. Нерв жүйесінің ауруларында жаңағы қазіргі өтіп атқан воспалительный қабыну процестері, менингиттер, бактериалды менингит, қандай да бір фактормен пайда болған менингиттер, энцефалиттер, бұлардың бәрі де учетта тұрады. Невриттер, полинейропатия дейміз, неврологияға қатысты барлық жаңағы қазіргі таңда асқыну процестері жүріп жатқан ауруларда жүктілікті үзу керек. Сондай-ақ эндокринді жүйенің аурулары, қант диабетінің ауыр түрлері, жеңіл емес қант диабетінің ауыр түрлері және асқынған түрлері. Ол бізде нефропатия болуы мүмкін, жаңағы бүйрек зақымдануы мүмкін, немесе көз көру нашарлауы мүмкін. Инсулин алатын қыз-келіншектерге болмайды. Инсулин алады, сонымен қатар жаңағы онда көздің зақымдануы және бүйректің зақымдануы анықталса, онда бұл кісілерге жүкті жалғастыруға болмайды. Сондай-ақ токсический зоб, осложнение, токсический зоб дейміз, асқынған түрі. Қалқанша безінің қалқанша безінің диффузды қабыну түрі деп айта берейінші, қабыну түрі және асқынған түрлері. Осы жағдайда да біз жүктілікті ары қарай жалғастыруға кеңес бермейміз. Толып атқан тағы да аурулар бар. Асқазан ішек жолында язвенный колит, крон ауруы, егер де асқынып жатса, қазір қан кетулер болып жатса, мысалы язва ауруларында қан кетулер болады, жиі. Сондай жағдайларда да біз жүктілікті жалғастыруға кеңес бермейміз. Сондай-ақ зәр шығару жүйесінде де, зәр шығару жүйесі әсіресе, себебі осы бүйрекке, қуыққа, осы жүктілік кезінде көп салмақ түседі, көп күш түседі. Сондықтан осы гломерулонефрит дейміз ғой, қазақшасын білмеймін. Сол гломерулонефрит және острая почечная, хроническая почечная недостаточность болса, жеткіліксіздігі. Осындай жағдайда біз жаңағы жүктілікті үзуге кеңес береміз және ол үзу үшін әйелді шақырамыз. Және бұл жүктілікті үзу үшін біз тек қана бір ғана дәрігер, бір ғана жаңағы әйел өзі шешпейді. Бұл бізде врачебная консультация дейміз. Жаңағы учетта тұрған аурухананың басшыларының біреуі жауап беретін. Сонымен қатар дәрігер және қандай орган ауырады әйелдің, сол бұған байланысты дәрігер. Мысалы, бүйрек ауыратын болса, нефрологтар или урологтар, асқазан ішек жолы ауыратын болса, гастроэнтеролог немесе терапевт дәрігерлер, сол дәрігерлермен ақылдаса отырып бір шешімге келеді. Оны өзінің жаңағы тұрғылықты жерінде жергілікті поликлиникалардың, емханаларының қадағалауымен жүргізетін нәрселер. Жедел қызыл жегі, ревматоидты артриттің асқынған түрлері болуы мүмкін. Сосын андай синдром Рейна деген болады. Ол жаңағы СКВ, красная волчанка ғой, соның түрлерінде, оның да біз асқынған түрлерінде жүктілікке қарама-қарсы көрсеткіштер болып саналады. Себебі бұл кезде жалпы аутоиммунды процестердің көбісі асқазан ішек жолының проблемаларынан пайда болады. Негізінде ең бірінші бізде көп витаминдер, көп минералдардың бәрі шекте сіңіріледі. Егер шектің арасында клеткалар бір-біріне былай тығыз орналасу керек. Одан қандай да бір нелер сыртына өтіп кетпеу керек. Егер де асқазан ішек жолында проблема болатын болса, біздің жалпы 80% иммунитетіміз асқазан ішек жолы ғой. Аурудың бәрі астан деп айтады ғой, ол негізінде рас айтылған сөз. Сондықтан асқазан ішек жолында қандай да бір проблема болама, аутоиммунды процестер пайда болады. Оған аллергическая реакцияның өзі жатуы мүмкін. Сондықтан солардың алдын алып барып қана біз жүктілікті жоспарлауға кеңес береміз. Тағы да бір қыз-келіншектерді мазалайтын нәрсе бұл омыртқа грыжасы, егер өзі әрең жүріп жүрсе, орнынан қозғалып отырып тұру қиындаса, жүктілік кезінде одан сайын асқына ма? Енді мен сізге айтайын, грыжа негізінде қарама-қарсы көрсеткіштегі ауруларға жатпайды. Грыжа, протрузия жүктілікті көтеруі мүмкін, бірақ та міндетті түрде нейрохирургтың, невропатологтың кеңесі керек. Бандажбен жүреді көбінесе. Бұл сұрақ көбінесе бізде босанар алдында қойылады. Қалай босанады әйел? Себебі өзі босанама, әлде операциялық жолмен босанама. Осы кезінде жаңағы грыжа көбінесе кедергі жасауы мүмкін. Ал жалпы жүктілікке ол қарама-қарсы көрсеткіштер емес. Алдын ала нейрохирургқа барып көріңіз, егер де қазір острый, жедел түрде өтіп жатпаған ауырсыну синдромдары болмаса, онда жүктілікке қарама-қарсы көрсеткіш болып саналмайды. Сонымен қатар қарама-қарсы көрсеткіштеріне
психикалық аурулар. Психиатрияда учетта тұрған әйелдер, мысалы шизофрения, деменция дейміз, рассеянный склероз, ақыл есінің кемдігі және орташа ауыр түрлерінде біз ол жаңағы психдиспансерда отырған кісілердің өздері уже байқайды. Бұл кісілердің бір несі, бұл кісілерде либидо деген қатты болады. Жыныстық қатынасқа кәдімгідей психикалық аурулар болғанымен ол кісілерде либидо жақсы дамыған. Сондықтан бұл кісілерге біз енді больницада жатқан кезде әдейі акушер-гинеколог маман барып 18-ден астыма жыныстық қатынасқа түсе ме бәріне спираль салдырады. Ол босанғаннан кейін де жаңағы баласын өлтіріп тастауы мүмкін, лақтырып жіберуі мүмкін. Әрине ондай факторлар көп, сондықтан ол қарама-қарсы көрсеткіштерге жатады. Енді үшінші қарама-қарсы көрсеткіштер, ол бізде жаңа айттық социальный дейміз, әлеуметтік мәселелерге байланысты. Әлеуметтік жағдайлар ол көбінесе жиі қазір қыздар көп келеді осы әлеуметтік жағдайына байланысты. Ең бірінші 18 жасқа толмаған қыз бала егер де жүкті болып қалатын болса, ол жағдайда біз 12 аптаға дейін ғана емес, 22 аптаға дейін уақытта жүктілікті үзуге құқысы бар. Егер өзі қаласа, әрине әлеуметтік мәселелер, әлеуметтік жағдайларға, факторларға осы жатады. 18 жасқа толмаған, немесе ата-ана құқығынан айырылған әйел адам жүкті болып қалатын болса, бас бостандығынан айырылған әйел болатын болса, немесе көп балалы ана да жатады осы сатыларға. Көп балалы ана және 5-6 баласына аяғы ауыр болатын болса, жүктілікті үзуге құқысы бар. Сондай-ақ әлеуметтік жағдайы төмен, ата-анасы жұмыссыз, жаңағы әйелде жолдасы да жұмыссыз жағдай болатын болса, сонымен қоса зорланған факторлар болатын болса, әрине бұған судмедэксперттің қағазы керек, құжаттары керек. Сондай жағдайда да жүктілікті үзуге құқылары бар. Нашақормен айналысатын, сондай-ақ есепте тұрса, егер нашақор болса, әрине үйінде инвалид бала болатын болса, үйінде мүгедек баласы бар ана егер де жүкті болып қалатын болса, инвалидына сәйкес құжаттарына келеді, тапсырады. Соған байланысты 22 аптасына дейін әлеуметтік фактор бойынша деп жүктілікті үзуге жібереміз біз. Түсінікті. Енді көп жағдайда өзінің жаңағы ағзасында өзгерістерді, ауруларды білмейтін факторлар көп, өмірде де көп кездесіп жатады. Мысалы, менің естігенім, омырауынан онкологияның бірінші сатысында ауырып бастаған әйел, қыз келіншек жүрген жерінде үнемі айтып жүреді. Мен бірінші сатысында басталып келе жатқан еді, маған бала босан, бала көтер, бала емізсең жазылып кетесің деп айтты деп, бала көтердім, жазылып кеттім деп. Мүмкін ол басқа диагнозбен шатастырып тұрған шығар, біздің көрермендер үшін түсіндіре кетсеңіз. Енді бізде омыраудың қатерлі және қатерсіз ісіктері бар, қатерсіз ісіктеріне липома, фиброденома, кисталар жатады. Фиброденома, ол қатерсіз ісік болғанымен 2 сантиметрден асса, біз бірден операциялық жолмен алып тастауға кеңес береміз. Себебі енді ол 100% әкелмесе де кейбір жағдайларда онкологиялық процеске әкелуі мүмкін. Бірақ бұл жағдайда егер әйел босанып емізетіндей болатын болса, онда емізген жаңағы фиброденомаға жақсы әсер етеді. Ол формасын не сақтайды, немесе кішкене кішіреюі мүмкін. Сондықтан біз жаңағы әйел адамға айтамыз, босанып егер де емізетіндей болатын болса, онда мүмкін кішіреюі мүмкін деп. Ал енді қатерлі ісік болатын болса, ол қатерлі ісік жүктілік кезінде керісінше ол өршіп кетеді, өсіп кетеді. Жүктілік кезінде біз ештеңе істей алмаймыз. Сондықтан бізге амалдың жоқтығынан жүктілікті үзуге тура келеді. Сіз өзіңіздің әлеуметтік желідегі парақшаларыңызда үнемі айтып жүресіз. Жүктілікті жоспарлау керек, анемиямен бала көтеруге болмайды деп. Анемия біз үшін жалпы көп аудитория үшін ол ауру емес, ол жай анемия. Неге анемиямен бала көтеруге болмайды? Енді мен осы, мысалы, жоғарыда аталған қаншама аурулар бар, мысалы, бірі білсе, бірі білмейді. Мысалы, көбісі ауруханаға күнделікті бара бермейді, асқынған кезде, әбден жандарына батқан кезде барып дәрігерлерге қаралып жатады. Негізінде жалпы барлық көрермендерге, оқырмандарыма өзімнің айтатыным, жүктілікке дайындалмас, жүктілік болмай тұрып, 3-6 ай бұрын, 3-6 ай дегеніміз не үшін керек? Бізге 3 айда аздық етуі мүмкін кейбір ауруларда. Себебі жаңағындай
острый емес, мен жаңа айттым ғой жоғарыда, жедел түрде жедел өтіп жатқан, қазіргі моментте өтіп жатқан, немесе асқынған түрлер ауруларында біз жүктілікті үземіз деп. Сол егерде асқынған түрі қазір кездесіп жатса, жедел түрі қазір кездесіп жатса, оның емделуіне уақыты бар. Әбден емделіп жазылу үшін бізде жүктілікке дайындық сол үшін бізде 3-6 ай бұрын басталады. Дәрігерге барады, бүкіл анализдерін өтеді, УЗИ-ларын жасайды, жаңағы егерде асқазанда қандай да бір проблема болса, ФГДС жасайды, бізде қазір енді медицина дамып келе жатыр ғой. Соның бәрін қадағалап, әр дәрігерден өзінің қорытындысын алып келіп, мен саумын, мен жүктілікке дайындала аламын деген кезде барып, жүкті әйел көтерсе, баланы көтерсе, онда әлдеқайда жүктілігі де жеңіл өтеді, әйелдің өзіне де жақсы. Себебі жүктілік кезінде біз көп дәрілерді тағайындай алмаймыз, өкінішке орай. Әсіресе алғашқы 3 айында. Ем онда ешқандай тағайындалмайды, тек қана симптоматикалық ем береміз. Температура тиіп тұрса, температураны басатын, тағы да қандай аурулар болады, соның симптоматикалық қана емін. Ал не үшін ол ауруының пайда болып жатқанына біз дәрілерді бере алмаймыз. Сол үшін алдын ала дайындалуымыз керекпіз. Енді анемия жөнінде айта кетейін. Анемия дегеніміз енді біздің 90%, білмеймін, біздің жергілікті осы Қазақстанның тұрғындары ғана ма, әлде басқа жерлерде де бармайын, білмеймін онысын. Бірақ сіздің практикаңызда жиі кездеседі? Менің практикама келген қыздың 2-ның 1-інде анемия. Даже 90%, 2-ның 1 емес, одан да жиірек кездеседі. Соны мен айтқан кезінде сізде анемия бар ғой деп, ол кісілер оған аса мән де бермейді. Жарайды, енді менде анемия, мамамда да анемия болған, мені босанған әпкемде де анемия бар, ол да босанған, уже 4-5 баласы бар деген сияқты. Мәселе онда емес. Мәселе сіз өмірге, дүниеге бала алып келгеннен кейін сіз өзіңіздің денсаулығыңызға ғана емес, баланың денсаулығына да жауаптысыз. Сондықтан туа біткен ақаулардың алдын алу үшін, туа біткен қандай да бір, оның мүмкін физиологиялық дамуы дұрыс болатын шығар баланың, бірақ жаңағы умственный, жаңағы мидың жұмыс істеуі кішкене артта қалуы мүмкін. Жаңағы туа біткен көп ақаулардың алдын алу үшін анемия ол бірінші очередте. Не үшін анемия? Себебі анемия дегеніміз бізде тек қана қан аздығы емес, бізге ауаның жетіспеушілігі, ферритин. Бізде анемия деген кезде тек қана гемоглобинді ғана қарайды көбінесе. Гемоглобин қарау дұрыс емес. Гемоглобин тем более ашқарынға тапсырады олар. Ашқарынға қан тапсырған кезде, біз кез келген шетелге барып көріңіз, олар ашқарынға тек қана печеночный дейміз, онда бауырдың АЛТ. Біз анализ тапсырамыз деп дым жемей барамыз ғой, су ішпестен. Жалпы қан анализіне витаминдер, гормондар, олар сіз тамақ ішсеңіз де, ішпесеңіз де қандай бар, соны көрсетеді. Тек қана бауырдан бөлінетін жаңағы АЛТ, АСТ, билирубин дейміз ғой, солар ғана тамақ ішкеннен кейін өт бөлінеді ғой. Соған байланысты олардың көрсеткіштері кішкене өзгеруі мүмкін. Ал жалпы қан анализін кез келген уақытта сіз түстен кейін барып тапсыра аласыз. Біз онда 12-ге дейін, 1-ге дейін кейде шыдап тамақ ішпей барып жүреміз. Есте болатын жағдай. Егерде сіз қазір аш қарынға барып анализ тапсыратын болсаңыз, қаныңыз әлі қою ғой, былай араласпаған. Сондықтан жаңағы қою қаннан қараған кезде гемоглобиніңіз 130-140 нормада болып тұру мүмкін. Нормада болып, одан да асып кетуі мүмкін гемоглобин. Сосын көбісі ойлайды, менде анемия жоқ деп. Бұл негізінде анемияның показателі емес, көрсеткіші емес. Анемияның көрсеткіштері негізінде ферритин, трансферин, сывороточное железо дейміз, темір, витамин B12, B12 витамин және B9, фолиевая кислота. Тек қана темір жетімсіздігі анемиясы болмайды. Фолий қышқылы жетімсіздігі, цианокобаламин жетіспеушілігі анемиясы болады. Сондықтан осылардың бәрін топшылай келе анемияның диагнозы қойылады. Жүктіліктің басында барлық әйелдерге фолийді сол үшін беретін болып тұр ғой. Фолий қышқылын не үшін береді? Фолий қышқылы себебі бізде ең бірінші ұрық дамыған кезде нервная трубка дамиды. Нервная трубка. Ол бізде енді основ дейміз ғой, ең бірінші жаңағы нервная трубкадан бізде ми және жұлын ми. Сондықтан сол ең бірінші нервная трубка дамығаннан кейін бұған бізде фолий қышқылы өте қатты әсер етеді. Сондықтан біз фолий қышқылының дефициті болмас үшін, фундамент үшін фолий қышқылын береміз. Енді көбісі дәрігерге бармағаннан кейін өз бетінше фолий қышқылын іше береді. Ол да дұрыс емес. Егер де фолий қышқылының деңгейін білмесеңіз, оның профилактикалық дозировкасы бар және емдік дозасы бар. Сондықтан егер де аз болатын болса, сіздің күнделікті профилактикалық дозаңыз ол аз болуы мүмкін. Сондықтан оны ем түрінде тағайындаймыз. Жүрек қан тамыр жүйесінде бұрын бізде 2009 жылы протокол болатын. 2009 жылы протоколға байланысты бізде артериальный гипертензиясының 3-ші дәрежесінде, ауыр түрінде жүктілікке қарама-қарсы көрсеткіш болып саналатын. Қазіргі хаттамаға сәйкес ол түр саналмайды.
егер асқынған түрі ғана болатын болса, давлениесі бар, плюс жаңағы асқынған түрі бар. Митральный клапанның жетімсіздігі, аортальный клапанның сол жақ қарыншасының жетімсіздігі, осындай жағдай қосымша давлениеге қосымша болған кезде ғана барып, ол қарама-қарсы көрсеткіштерге жатады. Ал жай ғана егерде артериальный гипертензия үшінші болатын болса, ол қарама-қарсы көрсеткіштерге жатпайды. Сосын легочная артериальный гипертензия деген бар, өкпелік артериалды гипертензия. Осының кез келген түрінде қарама-қарсы көрсеткіштер болып саналады. Анау астма, бронхитпен ауыратын қыз-келіншектерге қарсы көрсеткіш жоқ па? Тыныс алу жүйесінің. Иә, тыныс алу жүйесінің ауруларында бізде стеноздар. Егерде трахеяның, бронхтардың стенозы болатын болса, және тыныс алу жетімсіздігі, дыхательная недостаточность дейміз. Әйелде тыныс алу жетімсіздігі болатын болса, стенозы бар әйелдердің бәрінде тыныс алу жетімсіздігі бар. Стеноз трахеи, жаңағы структуралар болады ғой, аурулар. Содан кейінгі пайда болатын асқынулардың ретінде мынау стеноздар, қуысы кеңей тарылған трахеяның және бронхтардың. Олар жай жүргеннің өзінде көрініп тұрады, олар әрең демалып отырады. Ондай әйелдерге міндетті түрде олар қарама-қарсы көрсеткіштер болып саналады. Аллергиясы бар әйелдер мысалы? Жоқ, аллергия ол қарсы көрсеткіштерге жатпайды. Цистит. Бүйрек зәр шығару жүйесінде цистит жатпайды, жаңағы гломерулонефрит және почечная недостаточность. Егер әйел жүктіліктің алғашқы аптасында цистит болып қалған жағдайда қалай емделеді, оны дәрігер өзі айтады? Оны әрине дәрігер өзі айтады. Енді жүктіліктің алғашқы 3 айында көбінесе бізде симптоматикалық емдер. Ауруды басатын жиірек ауруды басатын жаңағы ношпа болуы мүмкін, сондай-ақ ауырсыну сезімін басатын дәрілер. Және біз ванночкалы симптоматикалық емді ғана қолданамыз, ал антибактериалды ем бізде 16 аптадан кейін жүргізіледі. Себебі 16 апта кезінде баланың жолдасы өзі жұмыс істей бастайды. Сол кезде бізде плацентарный барьер деген болады. Олар ары қарай балаға қатты бір әсер ете қоймайды көп дәрілер. Токсикоздың асқазан ішек жолдарының қарама-қарсы көрсеткіштерінің біріне токсикоз жасады. Токсикоз дегеніміз бізде жаңағы ол барлық әйелдерде болатын нәрсе ғой. Иә, 12 аптаға дейін жүрек айну, құсу барлық әйелдерде болуы мүмкін, болмауы да мүмкін. Болатын болса, әрі кетсе жүрек айну постоянный ылғи болғанымен құсу 1-2 рет болады, әрі кетсе 3-4 рет болады. Бірақ та кейбір жағдайлар бар, бізде әйелдер кәдімгі ішкен нәрсесінің бәрін құсып тастайды. 15-20 рет құсуы мүмкін күніне. Су шема құсады, бірдеңе шема құсады. Сондай жағдайда міндетті түрде дәрігерге бару керек. Дәрігерге бара алмаған жағдайда скорыймен звондап, жаңағы жедел жәрдем шақырып, больницаға бару керек. Приемный отделениеде, қабылдау бөлімінде ол кісілерді анестезиолог, реаниматолог қарайды, және акушер-гинеколог маман қарайды. Бұл кісілер ауыр түрде өтетін токсикоз реанимациялық бөлімшеде емделеді. Егер 3 күннің ішінде жаңағы токсикозы беті қайтпаса, онда болда жүктілікті үзуге бірден бір көрсеткіш. Онда әйелден және өзінің әйелдің келісімін алмауы мүмкін. Бірақ та міндетті түрде туған туысқанның, жолдасының письменное согласие дейміз ғой, келісімін аламыз. Содан кейін барып әйелден, себебі әйел комаға да түсіп кетеді. Бізде ондай жағдайлар тіркелген, осы Астана қаласында жаңағы тяжелый рвотадан әйел өмірден өтіп кеткен жағдай болған. Ондай жағдай бар, болады да. Сондықтан егер де сізде күніне бірнеше 15-20 рет құсатын болсаңыз, ешқандай астық қабылдамасаңыз, бірден дәрігерге барыңыз. Ондай жағдайда лучше не рисковать. Тәуекелге бармаған дұрыс. Болды бізде 1-2 рет әйелдер кетіп қалған. Құрметті достар, мінекей бүгін біз жүктілікке қарсы көрсеткіштер турасында акушер-гинеколог дәрігер Қалдыгүл Сейітбекқызынан сұхбат алдық. Сізге уақыт бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз. Барлық ана бала сүйгісі келеді, сондықтан алдымен денсаулыққа көңіл бөлейік. Дені сау ұрпақ әкелу үшін ананың да дені сау болу керек. 100% солай ғой. Әрине, дені сау анада, дені сау бала болу керек. Дені сау балаға да дені сау ана керек. Сондықтан денсаулықтарыңызды алдын ала тексеріп, жүктілікке дайындалу міндетті түрде жүргізілу керек 3-6 ай бұрын. Сонда ғана өмірге дені сау ұрпақ әкелесіз. Жақсы, рахмет. Мінекей достар, осымен бүгінгі сұхбатымызды аяқтаймыз. Алдағы бағдарламаларда, бұның алдындағы бағдарламалардың барлығын қарап шықсаңыздар болады. Комментарий жазыңыз, лайк басыңыз, туыстарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Осы арнаның дамуына сіз де өз үлесіңізді қоссаңыз, әрине біз қуанамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.